Қайырлы күн, құрметті Алтай Ньюс медиа орталығының көрермендері. Бүгін бізде екінші шығарылым және сұхбатымыздың басты кейіпкері Назарбаев зияткерлік мектебінің 10-шы сынып оқушысы IT-хаб президенті Абылмансұр Жүніскенов. Сәлеметсіздер ме? Қош келдің, Абылмансұр. Бүгін сұхбатқа уақыт тауып келгеніңе көп рахмет алдымен. Сізге де көп рахмет. Абылмансұр мектеп қабырғасында оқып жүріп ақ еңсе түзеткіш құрылғы ойлап тапқан. Ең алдымен Абылмансұрдың жобасымен жақынырақ танысып алсақ. Бүгінгі интервьюға мен шақырғандарына біріншіден көп рахмет. Мен жобам шамамен 1 жыл бұрын басталған. Бұл жоба идеясына бірнеше себепші болған. Біріншіден бұл менің әкемде пайда болған грыжа, және мен өзімнің бауырларымнан, қарындастарымнан үлкен мәселе көрдім. Олар телефондарда отырып, күнде бүкірейіп отырады. Сол кезде менде қорқыныш оянды да, мен оларға әрдайым осыны хабарлап, ескерте айтатын, мен ол айта алмаймын деп сондай шешімге келдім. Сондықтан мен осындай девайс істеймін деп осындай идея ойлап таптым. Қысқасы, менің девайсым ол өзінің функционалы өте қарапайым. Біріншіден ол арқа сымбатын әрдайым мониторинг тастайды және хабарлама береді. Хабарлама түрі ол немесе телефондағы сообщение, немесе вибрация болады. Бұл өзін адамның таңдауы болып табылады. Яғни құрылғы арнайы бір қосымша арқылы жұмыс істейді. Қосымша арқылы сіз былайша айтқанда персонализация жасауға болады, настройки. Бұл себебі әрбір адамда өзінің таңдаулары болады, өзіне тән ерекшеліктері болады. Соның барлығын ескеріп, осындай қосымша жасаған болатын. Біздің көрермендерге жалпы түсінікті болу үшін қосымшаны іс жүзінде қазір тәжірибе жүзінде көрсетеді. Ең бастысы бізде хардвер болу керек. Хардверді қосу үшін бар болғаны контакттарды қосамыз және оны мойынға киеміз. Дизайн ол негізі алқаға қарап жасалынған. Контакттарды қойған соң мобильді қосымшаға кіреміз. Мобильді қосымша бұл жерде дизайн өте қарапайым, бірақ өте ыңғайлы болып табылады. Ең бастысы біз Bluetooth байланысын орнатамыз. Bluetooth байланыстан кейін таймер қоямыз. Таймер мен не үшін істедім? Осыны жасау кезінде бірнеше кездер болғанда, мысал үшін кәдімгідей бауды байлау үшін кей кезде еңкейеміз, сол кезде ол хабарлама бере бастайтын, вибрация беріп. Сол кезде таймер қоюды шештім, себебі бұл әлдеқайда ыңғайлырақ. Таймерді қойған соң тип нотификация қою керек. Тип нотификация және айтып өткенде бұл телефондағы хабарлама немесе вибрация. Стартты басқанда сіздердің алдында бұл менің арқа сымбатым немесі ондайда болып тұрады. Бұл жерде және арқа сымбатының бұрышы көрсетілген, яғни ауытқы бұрышы. Бұл ауытқы бұрышы мойын омыртқасының положениесі болып табылады. Дұрыс тұрмаған болатын. Қайта жәнегі настройкаларды қоямыз. Мен сізде көріп тұрғандай, енді мен қазір бүкірейсем, бүкірегенде бұл 30 градустан көбірек болу керек. Сол кезде бұл хабарлама береді. Мен қазір арқа сымбатын дұрыстадым, хабарлама өшті. Бұл солай өте қарапайым және оңай және ыңғайлы жұмыс істейді ең бастысы. Жалпы қазір арқа сымбатын түзеуге арналған түрлі корсеттер бар, мысалы кез келген дәріханалардан, әлеуметтік желіден тапсырыс арқылы да алып жатады. Ал меніңше бұл құрылғы өте ыңғайлы, себебі адам күні бойы алқа түрінде тағып жүреді, ол яғни оның ешқандай киіміне де әсер етпейді. Ал жалпы корсет түріндегі арқа сымбатын зерттеп көрдің бе өзің? Корсет түрінде түзейтін. Дұрыс айтасыз, толықтай дұрыс айтасыз. Корсеттер бұл былайша айтқанда арқа сымбатын дұрыстаудағы дәстүрлі жол. Дегенмен де бұл жерде көптеген сәтсіз жақтар барды. Ремендер, олар арқа сымбатын дұрыстап тұрады, әрдайым артқа тартып тұрады. Бұл кезде біздің бұлшық еттеріміз атрофияға ұшырайды.
трапециевидный, дельтовидный, бүкіл арқа бұлшықеттер және иық буындары үлкен зақым шегеді. Сондықтан да бұл корсеттерді күніне 2 сағаттан көп киюге болмайды. Бұл менің ойымша ыңғайлы емес. Себебі көп балалар қазір, әсіресе қазір мектепте оқығандықтан күні бойы сабақ қарайды. Ол бірнеше сағатқа созылуы мүмкін. Және осы уақыттың ішінде олар қаншама сағат бүкірейіп отырады. Бұл біз білетіндей, мен әкемдегі сияқты грыжаларға әкелуі мүмкін. Немесе миопия кәдімгі біздің близорукость, ол көбінесе осы арқа сымбатын дұрыс сақтамағандықтан пайда болады. Және қан айналымы дұрыс болмау, соның барлығы кәдімгі бүкіреуден пайда болады. Сондықтан мен алқа ретінде дизайндаған болатын. Ол лайфстайл жүзінде болады. Яғни сіздің алқаңыз әрі сәнді, әрі денсаулыққа пайдалы болады. Ал жалпы бұл құрылғымен қосымшаны ойлап идея келді, жасап шығару аралығы қанша уақытты талап етті? Мынаны жасау негізі өте қызық история, өзінше жыр дастан. Мен осы құрылғыны біріншіден мартовский встреча деген дәстүрлі жыларалық сайысқа бергім келген болатын. Негізі Далайлайн өте жақын болған бір ай ішінде мен бірінші прототипін жасаған болатын. Негізі экзамендермен құрбан еттім, былайша айтқанда. Дегенмен де барлығы жақсы өтті, сәтті өтті. Бірінші прототиптен кейін мен даму жолын бірден түсіндім. Келесі кезекте мен Samsung Soul for Tomorrow конкурсына қатыса отырып, тек қана IT жолында ғана емес, бірақ бизнес жолында дамыту жұмыстарын жүргізе бастадым. Сол кезде қателеспесем бір 5 айдай уақытта мен осы девайсты адам кие алатындай, ыңғайлы түрде осы күні бойы кие алатындай деңгейге жеткіздім. Қазір түрде де мен дамытып жатырмын. Қысқасы, қазір менің девайсым 1 жасқа толды деп айтуға болады. Жақсы. Ал жобаның жалпы қазіргі кезде даму қарқыны қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Біраз уақыт мен осы жобаммен жұмыстарым бір тоқырау периодында болған. Себебі бір жағынан сабақтан үлкен қысым, екінші жағынан мен білмедім қай жаққа бару керек, қалай даму керек. Сол кезде осы IT хабтың көмегімен мен дәл осы жерде біздің ВКО акиміне қорғау жасадым. Бұл жоба оған өте қатты ұнап қалды. Себебі ол өзіне де бір тән мәселе, және ол өзінің қоршаған ортасында көп көріп жүреді. Сондықтан ол маған бірден айтты, сен нейрохирургтармен кездесу керексің деп. Сол кезде алды да өзінің жұмыскерін шақырып алды. Сол осы жерде тұрып, біз сол нейрохирургтармен сөйлесіп алдық. Келесі күндерде мен отдел инновационной медицины деген біздің Шығыс Қазақстанда нейрохирургия бойынша бірінші орында тұрған отделмен жұмыс істей бастадым. Бұл жерде менің, былайша айтқанда, трекерім, менторым, сол жердегі өте шебер нейрохирург Уап Жандосұлы болған. Жандос Талғатұлы. Уап Жандос Талғатұлы. Ол ағай өте күшті ағай. Солардың арқасында мен өте көп фидбэк алдым. Олардың ғылыми көзқарасы мен үшін өте құнды болды. Және оларда өте көп, былайша айтқанда, связьдар болды, коннекшндар. Сол кезде мен көп адамдармен таныстым да, мынаны кәдімгідей стартап ретінде, бизнес модель ретінде дамыта бастадым. Олардың ғылыми көзқарасы арқылы мен технологиялық тұстарында дамыттым. Ал қазіргі кезде мен осы производствоға аттаудағы табалдырықта тұрмын деп айта аламын. Жалпы дәрігерлер сенің жұмысыңа қандай баға берді? Мүмкін ол бір толықтыру ұсыныстарын білдірген шығар. Кеше болғанда әлі есімде. Сол жаққа келе тұрып, мен білмедім қалай болады екен. Мүмкін енді олар ғалымдар ғой. Ойладым, олар өте сыни қарайды деп, сынайды өте қатты. Келгенде бір басқа әлемде болдым. Барлық халықтарда, барлық ереже бойынша, стандарттар бойынша олар сол жерде жүрді. Бірден маған айтты, сен келеді деп, таңертең 4 операцияны
отменить еттік деп сол бір қорқытып жіберді. Олар осыны көргенде бірден бір-біріне қарады да алда бурное обсуждение қайнады кәдімгідей. Сол кезде олар бір-бірімен сауласып, ең аяғында пайымға келді. Мына девайс бұл болашақ, және басқа да қазақстандық бөліктерге, және әсіресе осы отдел инновационный медицинаға өте қажетті девайс. Себебі оларда үлкен мәселе туындаған. Әрбір омыртқаға операциядан кейін осы адамдарда әлі привычка сақталатын, бүкірейіп жүретін. Олар біресе сол жаққа, біресе оң жаққа, алдыға. Бұл өте үлкен өзекті мәселе болып табылатын. Сондықтан мен девайсым дәл осы мәселені шешіп тұрды. Қажетті уақытта, қажетті жерде болдым мен. Жалпы қазіргі қоғамда мен ойлаймын, бұл құрылғы өте қажет қазір. Және де дәл қажет кезінде сен жүзеге асырдың деп. Себебі қазір кез келген адамның жұмысы ұялы телефонсыз, компьютерсіз бітпейді. Және де қанша уақыт отырсаң да өзіңнің қай уақытта бүкірейіп, арқаң шаршап қалғанын білмейсің. Сондықтан дәл қажет кезінде ойлап табылған құрылғы деп, және адамзаттың денсаулығына сенің берген өте үлкен сыйың деп қабылдаймын жалпы бұл құрылғыны. Жалпы жоба аясында алда қандай мақсаттар, қандай армандар бар? Армандарым осы американская мечта деген бар есе, Силиконовая долинада өзінің бизнесін құрып деген сияқты. Негізі ондай да бар. Бір жағынан менің жобам бұл ізгілікті, риясыз мақсаттармен басталған жоба болып табылады. Медицина мен үшін әрдайым қызықты сфера болып табылады. Себебі адам денсаулығы бұл әрдайым да өзекті, және бұл жерде негізі ақша деген сияқты, қаражат деген нәрсе, олар қатты қажеттілік етпейді. Себебі ең бастысы бұл сіздің желанияңыз, сіздің деген құштарлығыңыз адамдарға көмектесу. Мен осындай бір мақсатпен негізі осы жобаны бастаған болатын, адамдарға көмектесу. Сондықтан мен қазір осы жобаны адамдарға максималды түрде пайдалы болу үшін жұмыстар жүргізіп жатырмын. Бұл жерде мен түсінгенім производство деген және бизнес әлем деген, бұл жерде қағазбен көп жұмыс істеу керек болады екен. Қағаздармен жұмыс істеу, және ең бастысы адамдармен сөйлесу қабілеті өте қажетті скиллдар болып табылады. Енді болашақта мен осы производствоға шығаруым келеді. Бірінші біздің Қазақстанға паш еткім келеді, көп адамдарға көмектескім келеді, және олардан кері байланыс алғым келеді. Клиенттармен жұмыс, менің ойымша, әрбір кез келген бизнеста кілт ереже. Сондықтан біріншіден мен Қазақстанға шыққым келеді, бірінші мақсат. Екінші мақсат, егер бұйырып жатса, шетелдік рынокқа, нарыққа шығуға бел бұруым келеді. Сәттілік тілейміз. Жалпы алдағы уақытта 1-2 жыл көлемінде мектеп қабырғасын тәмамдайсың, иә? Қандай мамандық иесі болғың келеді? Өзіңнің жалпы салаң, түсінуімше денсаулық сақтау саласына, мүмкін еліміздің денсаулық сақтау саласына үлес қосқың келеді? Ондай да бар. Енді мынаны патриотизм деп айта алмаймын, бірақ әрине де еркек болғандықтан өзім туған жеріме көмектескім келеді. Мен өз басым кіші кезімнен, жастық шағынан бастап робототехникамен айналысам. Мен үшін artificial limbs, искусственный немелер бар ғой, қолдар, аяқтар деген сияқты. Сондайлармен қатты қызығатын болатын. Мен үшін бір балалық арман болатын осындай кәсіппен айналысу. Сондықтан мен өзімнің өмірімді тығыз медицина технологиялар мен биоинженериямен байланыстырғым келеді. Яғни технология ғылым мен үшін бұл әлемді жақсартуға, адам қоғамын дамытуға және бар болған адам баласына көмектесуге арналған бір құрал болып табылады. Сондықтан мен қазір осы Назарбаев мектебі беріп отырған білімді барынша қолданып, осы мектеп табалдырығында өте құнды білім алғым келеді.
болашақта мен білемін өте көп қиыншылықтар туындайды, және білімге деген сұраныс бұл әлдеқайда өзекті болады. Мхм. Жаңа өзің жоғарыда айтып кеттің, өскемен хабтың көмегімен жоба жүзеге асты деп, иә. Жалпы өскемен хабтың қазір көмегімен түрлі жастардың түрлі жобалар жүзеге асырылып жатыр, яғни жас таланттардың ортасы деп айтуға әбден болады. Иә, Осы орайда біздің көрермендерге айтып өтсең, бұл жерде өзің сияқты жастар, студенттер не ала алады? Бұл жер қандай мүмкіндік береді? өскемен IT хаб бұл бір таланттардың шоғырланған жері. Мхм. Бұл жердегі таланттардың 1 метр кубқа концентрациясы өте үлкен деп айта аламын. IT хаб бұл қоғам бірінші ретте. Осы қоғамда әрбір адам үшін барша жағдай жасалған. Өскемен IT хабтың қаражаты өте үлкен, және ол болашақта да көбейе береді деген сенімдемін. Сондықтан жастарға ең бастысы IT сферамен, және қалай да болсын IT мен байланысты сферамен даму жолы сәтті түрде ойластырылғанда, мен өзім алғашқы резидент ретінде ең басында IT хабта үлкен потенциал көрдім. Бұл тек қана ВКО емес, бірақ мүмкін осы біздегі Шығыс Қазақстандағы талантты дарынды адамдар арқылы мүмкін бүкіл Қазақстанды өзгертер ұйым деп ойлаймын. Өскемен IT хаб бұл әрбір жас бала үшін үлкен мүмкіндіктер береді. Өскемен IT хаб арқылы тек қана ВКО-да емес, бүкіл Қазақстанда IT индустрия, IT қоғам дамиды деген ойдамын. Осы Өскемен IT хаб арқылы мен өзім жобамды қазіргі деңгейге жеткіздім деп те айта аламын. Олардың арқасында мен қазір стартап гараж инкубационный программасындамын. Ол жердегі мамандар мен үшін үлкен тәжірибе беріп жатыр. Олардың ойлары мен үшін ең құнды деп айта аламын, себебі олар шетелден, Америкадан, Гуглдан үлкен IT компаниялардан келе жатқан мамандар болып табылады. Яғни Алаш арысы Міржақып Дулатұлы айтқандай, теңдікке жетсек те, жұрттығымызды сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз оқу ғана деген екен. Қош сау болыңыз, құрметті көрермен.